оқиға сұйытылған газ бағасын төмендету керек деген ұранмен басталды. Басында бейбіт түрде басталған шеруді арандатушы топтар пайдаланып, оның соңы ірі қалаларда тәртіпсіздік пен қайғылы оқиғаларға ұласты. Төңкеріс жасауға ұмтылғандардың басында белгілі саяси лауазымдағы адамдардың болғаны анық. Олар сатқындық жасап, мемлекет басшысына елдегі ахуал туралы жалған ақпараттар берді. Іштен шыққан жаулар мұқият ойластырылған ауқымды операцияда кәсіби дайындықтан өткен баскесер содырларды еш тартынбастан пайдаланды. Ірі шаһарымыз аяулы Алматы мен кейбір қалаларымызда ұрыстар орын алды. Ең сұмдығы ішкі және сыртқы жауларымыз бірге қылмыстық қимыл жасап, билікке қарсы қолдарынан келген істеді. Олар мемлекеттік органдарға, стратегиялық нысандарға, қару-жарақ дүкендер мен бизнеске тиесілі ғимараттарға аяусыз шабуылдар ұйымдастырды. Шын мәнінде бұл елдік пен мемлекетімізге төнген аса қауіпті сын қатер еді. Жыл басында халық талабын ескере келе, қаңтар қасіретін ашық талқылау үшін жаңа Қазақстан депутаттық тобы бас прокурорға депутаттық сауал жолдаған болатын. Ол